Бәріне сәлем. Біз креативті 3D форматындағы мұқаба жасау сабағын ары қарай жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен мұқабаның бірінші, яғни негізгі бетін жасауды үйренген болатынбыз. Ол үшін бізге Canva онлайн сервисін қолданған едік. Сіздер осы сервистегі дайын шаблондарды қолданып, өздеріңізге қажетті дүниенің мұқабасын жасай алдыңыздар деген ойдамыз. Бүгін біз сол сабақтарды ары қарай жалғастырамыз. Енді мұқаба 3D болғандықтан, оның тек негізгі беті ғана емес, сонымен қатар жаны, яғни қалыңдығы да болады. Енді бұған бола жаңа сабақ жасаудың қажеттілігі қандай деген ой тууы мүмкін. Әрине бұл өте орынды сұрақ. Алайда мұнда ескере кететін бір жайт бар. Ол әрине өлшем. Себебі 3D мұқабаның негізгі беті мен оның жаны, яғни қалыңдығының өлшемдері әртүрлі болады. Мысалы, осы 3D мұқабаның өлшемдеріне келсек. Негізгі бет 800-де 1150 px, ал қалыңдығының өлшемі 260-да 1150 px. Мұндағы px деген не нәрсе? Бұл сөздің толық атауы пиксель. Ол суреттердің немесе қандайда бір бейнелердің өлшемі болып табылады. Бұл өлшем сізге әртүрлі берілуі мүмкін. Соған сәйкес суреттердің де сапасы әртүрлі болады. Сондай-ақ бұл өлшемді сантиметрге айналдыруға болады. Себебі біз күнделікті өмірден сантиметрмен өлшеп үйреніп қалғандықтан, сол өлшемді жақсырақ елестете аламыз. Енді қараңыз, 1000 пиксель ол шамамен 26,5 сантиметрге тең. Ал мысалы 800 пиксель дегеніміз ол шамамен 21,2 сантиметрге тең. Неге шамамен? Себебі ол жерде конвертация жасаған кезде кішкене ұзағырақ сан шығады. Соны жуықтап 21,2 сантиметр деп айтып отырмыз. Ал енді 1100 пиксель дегеніміз, демек, ол 30,4 сантиметр. Оның барлығын сіз калькулятормен өлшеп шығаруға болады. Яғни бұл мұқабаның биіктігі 30,4, ал ені 21,2 сантиметр деген сөз. Тура солай енді қалыңдығының сантиметрдегі өлшемдерінде шығара аламыз. Яғни бұл мұқабаның қалыңдығы 6,9 сантиметр, ал биіктігі өзгермейді, сол қалпы қалады, яғни 30,4 сантиметрге тең. Ал енді ондай өлшемдерді алу үшін арнайы веб-сервистер бар, солардың біреуін қолдануды көрсетейін. Бұл дағды сізге жалпы алдағы уақытта керек болады, сондықтан бір рет көріп алған өте пайдалы болады. Ол үшін сіз браузеріңізде unitconverts.net сайтына кіресіз. Бұл сайтта тек қана пиксельге қатысты ғана емес, кез келген өлшем бірліктерді бір түрден екінші түрге конвертация жасауға болады. Енді біздің өзіміздің жағдайға келетін болсақ, бізде пиксельден сантиметрге айналдыру керек еді. Ол үшін сіз мұндағы from unit деген бөлімге пиксель сөзін енгізесіз. Ал to unit бөліміне сіз сантиметр бөлімін енгізесіз. Сонда сізге мұнда екі нұсқа ұсынады. Пиксель, яғни пиксельден сантиметрге айналдыру. Соның біреуін таңдайсыз. Сол кезде сізде мына бет ашылады. Енді қараңыз, біздің жағдайда егерде 1150 пиксель болса, ол шамамен 30,4 сантиметрге тең. Тура солай, егерде сіз сантиметрден пиксельге айналдыратын болсаңыз, онда сіз бірінші сантиметр бөліміне жазасаңыз. Мысалы, 50 сантиметр дегеніміз ол 1889 пиксельге тең. Тура осылай сіз бір өлшем бірліктен екінші өлшем бірлікке ауысып отыра аласыз. Енді мұның бәрі не үшін керек деген сұрақ болады. Жалпы сіз креативтілік жайлы бір нәрсе айта алу үшін осы өлшемдермен жақсы таныс болуыңыз керек. Себебі сурет бар жерде міндетті түрде өлшем де болады. Осыны ескеріңіз. Енді мұқабаның жанын жасау үшін қайтадан біз Canva сервисін қолданамыз. Ол үшін сіз canva.com сайтына қайтадан кіріңіз. Енді бұл сервиспен жұмыс істеуді біз бұған дейінгі сабақтарда көрсеткен болатынбыз, сондықтан қазір бұның жұмыс жасау принциптеріне жеке тоқталмаймыз. Біз бірден жұмысты бастап кетеміз. Бізге қажетті өлшемді білеміз, сол өлшемге сәйкес келетін өнімді іздеп көреміз. Ол үшін сіз сол өнімге жақындасаңыз,
асты жағында автоматты түрде сізге өлшемін көрсетіп қояды. Мысалы, book cover, ол жерде өлшем 1410-да 2250 пиксель. Бұл бізге сәйкес келмейді. Осы ретпен сіз қалғандарында көріп шығасыз. Енді өзіңіз жеке ізденіп көріңіз, бірақ мен осыған дейін тауып қойдым. Ол бізде rack card деп аталатын өнім, мен соны бірден басамын. Осы өнімнің өлшемі біздің өлшемге жақынырақ. Енді жақынырақ деп айту себебім, ол 100% сәйкес келмеуі мүмкін. Плюс-минус ол жерде бірнеше сантиметрлер болуы мүмкін, бірақ та біздің формамызға, біздің фигурамызға сәйкес келсе, біз бұл өнімді қолдана берсек болады. Енді осыған дейінгі сабақтарда көрсеткендей, маған қажетті бетті әрлеп шығуым қажет. Оны енді жеке тоқталмаймыз, тез ғана жасауды көрсетіп шығайын. Ең бірінші, әрине біз мұндағы түсті өзгертуіміз керек. Түс біздің жағдайда ол күлгін түсте. Келесі ол бізде тексттерді енгізу. Міне біздің мұқабамыздың қалыңдығы шамамен дайын болды. Енді осы бетті біз өзімізге жүктеп аламыз. Ол үшін әдеттегідей жүктеу батырмасын басамыз және өзімізге қажетті форматты таңдаймыз. Бізге қажетті формат ол PNG форматы және мұндағы download немесе жүктеу батырмасын басамыз. Міне енді сізге қажетті екі суретте бар. Ол мұқабаның негізгі беті және мұқабаның қосалқы, яғни жанынан қарағандағы беті. Енді осы екі бетті сіз ары қарай мұқабаның 3D нұсқасын жасау үшін қолдана аласыз. Оны біз келесі сабақта көрсететін боламыз. Барлығыңызға сабақты көргеніңіз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше.